Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 74-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Тау. Ертіп атам тауға барды. Таудан жатқан көрдім қарды. Таудың іші қалың орман, аң мен құсқа пана болған. Таза ауа, мөлдір бұлақ, тастан тасқа аққан құлап. Тауда орман, тал мен қайың, қызығасын көрген сайын. Құдайберген Қазбекұлы. Балалар, тауға барып көрдің бе? Өлеңде тау қалай суреттелген? Тауда нелер бар? Осы сұрақтарға жауап береміз. Екінші жаттығу орын ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Әдемі тау іші. Тау іші әдемі. Бұлақтар ағады сылдырап. Сылдырап, бұлақтар ағады. Таудың таза ауасы болады. Таудың ауасы таза болады. Заттың атын білдіретін сөздер мен қимылын білдіретін сөздерді тап. Оларға сұрақ қой дейді. Заттың атын білдіріп тұрған сөздер тау, бұлақ, не, бұл не? Тау, бұлақ деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Ал қимылды білдіріп тұрған сылдырап, ағады. Таудың ауасы таза болады. Болады, сылдырап, ағады дегендер, иә. Жақсы балалар, келесі үшінші жаттығу суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп айт дейді. Қасқыр ұлиды. Арыстан ақырады. Бозторғай сайрайды, бүркіт шаңқылдайды. Жақсы балалар, сабақ пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырамыз.